Айман ауылдың қарапайым қызы еді. Қостанай облысының шалғай ауылында дүниеге келген. Әкесі тракторшы, шешесі сиыр сауатын. Үйлері ескі, саманнан салынған, қыста суық, жазда ыстық. Мектепте оқып жүргенде-ақ Айман қаланы армандайтын. Теледидардан көретін сериалдардағы бай әйелдердің өміріне қызығатын. Мен де сондай боламын деп ойлайтын. Бірақ тұрмыс нашар еді. Ағалары жұмыс таппай, үйде отыратын, әкелері күнкөріс үшін ерте тұрмысқа шығып, балаларын бағып әуре. 18-ге толған соң Айман ауылдағы жалғыз дүкенде сатушы болып жұмыс істеді. Күніне 1000 теңге табатын, оның өзін шешесіне береді. Бірақ оның сұлулығы ауылдың жігіттерін қызықтыратын. Қара шашты, үлкен қара көзді, ұзын бойлы. Дегенмен ауыл жігіттері оған ұнамайтын. Бұлармен тұрмыс құрсам, өмір бойы ауылда қалып қоямын деп ойлайтын. Бір күні ауылға қаладан келген жігіт келді. Оның аты Ерлан еді. Қостанай қаласындағы құрылыс компаниясында менеджер болатын, әкесі ауқатты кәсіпкер. Ерлан ауылдағы туыстарына қонаққа келген, дүкенге кіріп Айманды көрді. Оның сұлулығы, дене бітімі, күлкісі, сөйлегені ұнады. Сен сияқты сұлу қыз ауылда не істеп жүр деді. Айман күлді, қаланың қызы емеспін ғой. Сөйтіп сөйлесіп кетті. Ерлан оған қала туралы әңгімелер айтты, киноға шақырды. Айманның жүрегі соқты. 2 айдан кейін Ерлан Айманға үйлену туралы ұсыныс жасады. Мен сені қалаға алып кетемін, жақсы өмір сүреміз деді. Айман ойланбастан келісті. Ауылдағылар қызғанышпен қарады. Қала жігітіне тұрмысқа шығып жатыр. Той қарапайым болды, бірақ Ерланның әкесі ақша салды. Сөйтіп Айман қалаға көшті. Алғашқы жылдары бәрі жақсы еді, Ерланның ата-анасы бөлек үйде тұрды. Армандаған пәтері кең, жиһаздары жаңа. Айман үй шаруасымен айналысты, Ерлан жұмыста. Ол оған киімдер, телефон сатып алатын. Мен сенің үшін бәрін жасаймын дейтін. Айман жүкті болды, ұл туды. Ерлан қуанды, баланың күтімін Айманға тапсырды. Бірақ Айманға қала өмірі ұнады, түндер, кафе, достар. Ол Инстаграмда аккаунт ашты, суреттер салатын. Ерланның жұмысы өсті. Компаниясы үлкейді, құрылыс жобалары көбейді. Ол байып кетті. Үйлерін ауыстырды, зәулім коттеджге көшті, бақшасы бар, бассейні бар. Қызметшісі жалдады, апай үй жинайтын, тамақ пісіретін. Балаға күтуші алды, жас қыз, баланы бағатын, керек затын әперетін. Айман енді ештеңе істемейтін болды. Мен бай әйелмін деп ойлайтын. Бірақ байлық келген соң Айман өзгерді. Ерланды менсінбей кетті. Ол жұмыстан шаршап келсе, сен әрқашан жұмыстасың, маған көңіл бөлмейсің, уақытың жоқ дейтін. Ерлан бәрін сен үшін істеп жатырмын дейтін, бірақ Айман тыңдамайтын. Достармен шығатын, шопинг жасайтын, сұлулық салондарына баратын. Ақша көп еді, Ерланның картасынан жұмсайтын. Мен ауылдан шықсам да, енді осылай өмір сүремін деп ойлайтын. Уақыт өте келе Айманға үйде отыруы жалықтырды. Баласы күтушімен, үй қызметшімен. Ерлан кешке келетін, бірақ олардың арасында сөз аз. Айманға жаңа сезімдер керек болды. Достарының бірі саунаға шақырды. Кел, демаламыз, массаж жасатамыз. Айман барды. Саунада тек әйелдер емес, еркектер де бар еді. Ол жерде бай әйелдер демалатын, ішімдік ішетін, әңгіме айтатын. Бірінші рет саунаға барғанда Айман қобалжыды, бірақ аздап ішіп болғызды. Сонда бір жігіт келді, жас, спорттық денелі, аты Данияр, ол массажист болатын. Бірақ саунадағылардың қосымша қызметі бар еді. Данияр Айманға жақындады. Сіз сияқты сұлу әйел мұнда не істеп жүр деді. Айман күлді, сөйлесіп кетті. Сауна ыстық, денелері терлейді. Данияр оның иығын уқалады, қолдары төмен түсті. Айман тоқтатпады. Ерлан білмейді ғой деп ойлады. Сол түні олар жеке бөлмеге кірді. Данияр оны сүйді, киімдерін сырғытты. Айманның денесі дірілдеп тұрды, бірақ қозғалды. Ол оның мойнынан сүйді, кеудесін ұстады. Даниярдың қолдары оның белінен төмен түсті, саусақтары ішке кірді.
Ол оны диванға жатқызды да үстіне шықты. Айманның көздері жұмылып ерекше сезім алды. Мұндай сезімді Ерлан бермейді деп ойлады. Олар ұзақ жасады, позициялар ауыстырды. Айман үстінде, артынан ақырды. Ол шаршап қанағаттанған күйде жатты. Содан кейін Айман саунаға жиі баратын болды. Даниярмен кездесіп тұрды, бірақ басқалармен де. Ақша көп еді, саунадағы еркектерге ақша беретін, оларға сыйлықтар сатып алатын. Бір күні екі жігітпен бірден, бір алдынан екіншісі. Ол ойына келгенін жасады, ойыншықтар әкелді, рөлдік ойындар ойна. Мен еркімін, ақшам бар деп ойлайтын. Ерланға өтірік айтатын. Достармен шопингте болдым дейтін. Ерлан күмәнданатын, бірақ жұмысы көп, тексермейтін. Ауылдың қызы. Айман ауылдың қарапайым қызы еді. Қостанай облысының шалғай ауылында өсті. Үйі саман, қыста мұздай, жазда пештей. Әкесі тракторшы, шешесі сиыр сауат. Ағалары жұмыссыз, әпкелері ерте күйеуге шығып, бала-шағамен әуре. Айман мектепте оқығанда теледидардағы бай әйелдерді көріп, мен де сондай боламын деп армандайтын. 18-ге толғанда дүкенде сатушы болды. Күніне 500 теңге, соның өзін шешесіне беретін. Бірақ сұлу еді, көк көз, қара шаш, бойы ұзын. Ауыл жігіттеріне қарағысы келмейтін. Олармен шықсам, осы жерде шіріп өлемін дейтін. Бір күні қаладан Ерлан келді. Қостанайда құрылыс компаниясында менеджер, әкесі бай кәсіпкер. Дүкенге кіріп Айманды көрді де тоқтап қалды. Сен сияқты қыз ауылда не істеп жүр деді. 2 ай сөйлесті, киноға барды, қала туралы айтты. Айман елітті. Ерлан үйленейік деді. Айман ойланбастан келісті. Ауылдықтар қызғана қарады. Той қарапайым болды, Ерланның әкесі ақша салды. Айман қалаға келін болып түсті. Алғашқы жылдары бәрі керемет еді. Пәтер кең, киім-кешек жаңа. Ұл туды. Ерлан қуанды. Сосын бизнесі өсті. Зәулім коттедж, бассейн, бақша, қызметші, бала күтуші, бәрі болды. Айман ештеңе істемейтін болды. Тек шопинг, салон, Instagram. Бірақ байлық келгенде Айман өзгерді. Ерланды менсінбей кетті. Тағы жұмыста болдың ба деп ренжитін. Ерлан сенің үшін тырбанып жүрмін дейтін, Айман тыңдамайтын. Достары бай әйелдер, олар саунаға, спаға шақыратын. Айман барды. Ол жерде әйелдер ғана емес, жас жігіттер де жүреді. Бірінші рет қорыққанмен аздап ішкен соң босаңсыды. Данияр деген жігіт жақындады. Жас, денелі. Иығын уқалады, қолдары төмен түсті. Айман тоқтатпады. Жеке бөлмеге кірді. Данияр оны сүйді, киімдерін сырғытты. Айман дірілдеді, бірақ қарсы болмады. Ол кеудесінен, белінен ұстады, саусақтары ішке кірді. Ол үстіне шығып ішке кірді. Қатты, тез. Айман ләззат алды. Ерлан ешқашан мұндай бермейді деп ойлады. Позиция ауыстырды, Айман үстінде, сосын артынан. Айман шаршап терлеп жатты. Содан кейін тоқтай алмады. Аптасына 2-3 рет саунаға барды. Даниярмен, басқалармен. Кейде екеулеп, кейде үшеулеп. Ақша беретін, олар қалағанын істейтін. Мен еркіммін, ақшам бар деп ойлайтын. Ерланға қыздармен жүрмін деп өтірік айтатын. 1,5-2 аптадан кейін бәрі ашылып тынды. Ерлан телефонды алып, хабарламаларды, суреттерді, видеоларды көрді. Ештеңе демеді. Тек бір кеште кілтті үстелге қойып, мен кетемін. Үйді сатамын. Саған пәтер алып беремін, бала менде қалады. Өзің білесің деді. Даусы тыныш, суық. Айман жылады, тізерлеп отырып жалынды. Ерлан басын шайқады да кетті. Ажырасты, Айманға ақша берді, бірақ бұрынғыдай емес. Зәулім үйден шықты. Ескі панелькада 2 бөлмелі пәтер жалдады. Қызметші жоқ, күтуші жоқ. Баласын аптасына 1 рет көреді. Ерлан жаңа әйел алды, тыныш, қарапайым қыз. Олар бақытты сияқты.
Саунаға барса, ешкім қарамайды. Ақшасы аз. Бұрынғы достары жауап бермейді. Жасы 30-ға таяп қалды, терісі солғындап, көз асты қарайған. Жұмыс іздеді, дүкенге сатушы болды. Таңертең тұрып, кешке аяғы ауырып келеді. Ауылға қайтып бара алмайды. Әке-шешесіне телефон соғады, бірақ көзіне қарауға бата алмайды. Шешесі қызым, кел дейді. Айман келесі аптада деп қояды, бірақ бармайды. Ұят, ауылда бәрі біледі. Байдың әйелі еді, еркектермен жүрді, күйеуі тастап кетті деп айтады. Әкесі үндемейді, тек телефонды қоя салады, кешке жалғыз пәтерде отырады. Телефонда ескі суреттерді ақтарады, Ерлан мен тойда, Батуғада жүздің алдында. Көзіне жас келеді. Бірақ ешкімге айтпайды. Өйткені ешкім тыңдамайды.